Мен Махатова Аружан, Семей қаласының номер 3-ші жалпы білім беретін орта мектеп кешенінің 6-В сынып оқушысымын. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша мен жекпе-жек, ала бұға ұлаған күн, Жиһангез Тити, алтын тостаған іздеу, бар болғаны 14 жас деген 5 кітап оқыдым. Бұл оқыған 5 кітаптың барлығы маған ұнады, бірақ ерекше ұнаған ол жекпе-жек оқиғасы. Бұл оқиға туралы айта кететін болсам, бұндағы басты кейіпкерлер Мұрат, Николай Трофимович, Дуся, Мұраттың ата-анасы, және де мектеп директоры Тоқмолда. Мұрат кішкентай кезінде нәзік, ауыршаң бала болса да, ол боксқа және спортқа жақын болды. Және өскенде Николай Трофимовичқа ұқсағысы келді. Николай Трофимович Мұрат өскен соң, оны боксқа дайындады. Оны бірнеше жарыстарға апарып, оның бағын сынады. Мұрат барлығында жеңіп, басқа қалаларда болатын жарыстарға қатысты. Ол жерлерде де жеңімпаз атанды. Және де шешуші болатын, Францияда болатын бір жарысқа қатыспақшы болды. Онда жеңу әрине қиын болса да, ол тырысып, талпынып, онда да жеңіп шықты. Осылайша қазақтың танымал боксшысы атанды. Және де ол кішкентай кезінде оған ешкім сенбейтін, бұндай боксшы болады деп. Бірақ ол оларға қарамастан талпынып, өзінің алдына мақсат қойып, соған жетуге тырысты. Және де осындай жетістіктерге жетті. Әрине, бұндай жетістіктерге жеткеніне Николай Трофимовичтің да үлкен үлесі бар. Осы әңгімеде маған ұнағаны Мұраттың өжеттілігі мен осындай мойымайтын қайсарлығы. Бұнсыз Мұрат бұндай жетістіктерге және де жете алмаушы еді. Мен осындай кітаптарды сіздерге де оқуға ұсынамын.